міне осындай сұрақтар көбейіп кеткеннен кейін, бізді барлығы іздеп кеткеннен кейін, біз YouTube арнамызға қайта оралдық деп қатты кетпей қойын. Біз жай ғана аздаған үзіліс жасаған болатынбыз. Осы үзіліс уақытында бізде көптеген жаңалықтар болды, көптеген өзгерістер болды. Біз толыққанды цифрландыру процесін жасап шықтық, одан кейін маркетплейс қостық, одан кейін тағы да сөйтіп айта беретін жаңалықтарымыз өте көп. Оны осы шығарылым бойы айтып беретін боламыз. Сол үшін ыңғайланып отырыңыздар, біз бастаймыз. Енді цифрландыру туралы толыққанды түсіндіріп айта кетсем. Біздің Майкар сіздер үшін анализ жасап, қалай оңай қылуға болатын барлық жақтарын қарастырып, сіздер үшін көлікті үйде отырып онлайн алуға бар жағдайда жасап қойған. Сіздер өзіңіз үйде отырып көліктің түсін таңдай аласыздар, көліктің комплектациясын таңдай аласыздар, тіпті қай дилерден, қай автоцентрден алып кететіндеріңізге дейін өздеріңіз таңдайтын қылып жасап қойған. Тек қана өтініш берсеңіздер болғаны. Ал сіздер өтініш бергеннен кейін барып, Қазақстанның 8 банкі сіздердің өтініштеріңізді қарайтын болады. Егер сіздер әрине кредит арқылы алатын болсаңыздар. Ал бастапқы жарнаны сіздер сол үйде отырып, сол жерде сол телефоныңыз арқылы төлей аласыздар. Егер көлікті за наличный расчет дейді ғой, қолма-қол ақшаға алатын болсаңыздар, ол кезде де сіздерге қосымша көмектеседі. Өйткені қосымшаның ішінде толық төлемді жасауға болады. Сонда осыншама қағазбен жүретін жұмыстардың барлығын біз 2 күннен 30 минутқа дейін қысқарттық. Сіздерге түсінікті ғой? Енді сіздер сол қосымшаны жүктеп алып, ішінде жаңа көліктер маркетплейсынан өзіңізге кез келген қалаған көліктерді онлайн аласыздар ғой. Көлік алған дәл қазіргі сәтте шахмат ойнағаннан да жеңілірек. Неге десеңіз, шахматтағыдай көп ойлануды қажет етпейді. MyCar.kz маркетплейста сіз үшін барлығын цифрландырып тұрып жасап қойған. Онлайн сатып алу арқылы көптеген құжаттарды өйстіп тасып жүрудің қажеті жоқ. Қазір бірақ құжаттың өзі жеткілікті. Бұрынғыдай 2 күн бойы ана жақты аралап, сонда аралап, нотариуске барып, егофтың ішін ақтарып жатуды қажет етпейді. Сіздер 30 минуттың ішінде көлік ала аласыздар. Ал MyCredit арқылы берген өтініштеріңізді Қазақстанның 8 банкісі 20 минуттың ішінде шешімін шығарады. Ойлаңыздар, кайф емес пе? Енді көп сөзден іске көшейік. Практика жүзінде қалай заявка беру керек екенін көрсетіп, өзім де заявка беріп көрейін. Ол үшін қолға телефонды аламыз. Міне қосымшаны аштым. Сөйтеміз да қосымшаның ішінен жаңа авто дегенге кіреміз. Оның ішінде маркалар тұрады, 6 марка. Осы 6 марканың ішінен кез келген өзіңізге ұнаған таңдап, менің случайымда мен Chery Tiggo 8 Pro Max'ты таңдап жатырмын. Chery'ға кірдім. Ішіне кіргеннен кейін мені сатып алу Pro Max толық комплектациясы 16.590.000 деп тұр екен. Соны таңдаймыз. Одан кейін шанақтың түсі дейді, яғни көліктің түсін таңдаймыз. Қандай ақ болсын, сұр болсын деген секілді. Сұр, жасыл, қара дейді. Жасыл әдемі сияқты. Мен жасылын өмірде көргенмін, сол үшін жасылын таңдағым деп тұр. Салонның ішінде оның жасылда коричневый салон дейді, яғни қоңыр салон бар екен. Және де ол MyCar Кульчинка Алматыда бар екен. Соны таңдаймыз. Автокөлікті қалай таңдадыңыз дейді. Менеджер маған көмектескен жоқ, мен өзім таңдадым, сол үшін өзім деймін. Одан кейін толық 16.590.000 несиеге 200.000 теңгедей төлейді екенмін. Енді қазір есептеткіземіз. Міне, естіп береміз. Автокөліктің құны 84 айға деп өтінімді береміз. Мына жерде біз бастапқы жарнаны жазу керекпіз. Яғни менде 2 миллион теңге бар деп жазайық. Шамамен де 2 миллион теңге деп сөйлесе 315.000 теңге айына шығады екен. Ал бісміллә деп өтінім беріп көрейік. Сіздер өтініш бергеннен кейін 20 минуттың ішінде барлық банктардан сол қосымшаның ішінде жауаптары келетін болады. Сіздер соның ішінен қай банк сіздерге ыңғайлы, соны таңдасаңыздар жеткілікті. Одан кейін сіздер көлікті барып автоцентрден, яғни дилерден барып алып кетсеңіздер болады, бірақ оған дейін сіздерге өзі менеджер хабарласады, сізді құттықтайды көлік алуларыңызбен, және де уақытын сізбен бірге белгілейтін болады. Сосын барып көліктеріңізді алып кетіп, кейін игіліктеріңізге мінсеңіздер болады. Заявка жібергеннен кейін, одобрение келгеннен кейін, міне
автосалоннан келіп өзіміз көлікті алып кетеміз ғой. Ал мен дәл қазіргі сәтте барып салондағы кісілерден жалпы процесс қалай болатынын бір-екі ауыз сұрап шығайын, Біздің маркетплейсте 6 түрлі бренд автокөліктері ұсынылған. Жеке-жеке тоқталатын болсам, олар Hyundai, Subaru, Tank, Chery, Changan және де Haval. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мен өзім келдім, енді келіп сұрақ қойын деп тұрмын да, бұл әшейін келу керек болғаннан кейін емес, просто сіздерге амандасып көріп, жалпы процесс туралы білгім келіп тұр. Енді бізге көрермендерімізге айтып берсеңіз, мысалы өтінімді жіберді, мен мысалы жібердім. Одан кейінгі сіздер сол өтінішті қабылдағаннан кейінгі процесс қалай болады? Сұрағыңызды түсіндім. Клиент автоорталыққа келмесе болады, біз онлайн құжаттарды қосымша арқылы жібереміз. Сатып алушы ЭЦП арқылы қол қоя алады. Алғашқы жарнаны төлеу үшін біз счетты жібереміз, сол счет арқылы үйде отырып та төлей алады. Үйде отырып төлей береді, ешқандай керек емес. Ал ол одобрение алғаннан кейін, мысалы, жалпы көлікті сатып алды деп барлығы болғаннан кейін, көлікті алып кету кезінде, мысалы, алып кеткенге дейін қандай процесстер болады? Ең алдымен көлік жуылады, техникалық тексерістен өткізіледі. Одан кейін салтанатты түрде рәсімдеп көлікті табыстаймыз. Табыстайсыздар, Ол сонда ешқандай қиындығы жоқ, жалпы үйде жатып алып, одан кейін дайын болған кезде сіздер хабарласып көлікті алып кетсе болады, әрине, онлайн тапсыруға да болады. Болады, ешқандай қауіпті емес, қауіпсіз. Қауіпсіз. Рахмет үлкен. Міне, мына жерде жазылып тұрғанда, егер сіздер автосалонға келіп қойған болсаңыздар, онда менеджерге барып очередь күтіп отырудың қажеті жоқ. Тек қана қосымшаға кіріп, соның ішінде қандай көліктер дәл қазіргі сәтте қай дилерде қол жетімді екенін көре аласыздар. Ендеше қорытындылай келе, біздің маркетплейста көлік алудың артықшылығы. Біріншіден, сіздер уақыттарыңызды экономдайсыздар. Ол дегеніміз, біздің жүйе толыққанды цифрландырылған. Және де сіздер маркетплейс арқылы жетекші 6 брендтің жаңа көліктерін таңдай аласыздар. Таңдағаннан кейін барып, сіздерге 8 түрлі банк сіздің өтініміңізді қарайтын болады. Ол өтінімді қарағаннан кейін 20 минуттың ішінде өздерінің жауаптарын шығаратын болады. Одан кейін сіздер төлемді жасау кезіндегі ыңғайлылық және де қауіпсіздік, толыққанды қауіпсіз маркетплейс. Және де одан бөлек, ең соңғысы, сіздер көлікті алып болғаннан кейін 30 минуттың ішінде жалпы автосалоннан кейін келіп алып кете аласыздар. Ыңғайлы емес пе? Міне, біздің айтайын дегеніміз осы, шығарылым бойы айтқанымыз, жеткізіміз келгеннің барлығы осы. Бұдан кейін қызықты алдыңғыдай жобалар болады, неше түрлі шоулар болады, және де түрлі түсірілімдер болады. Арнаға жазылып, белсенділікті қайтадан арттырып, қолдау пікірлерін жазып кетсеңіздер болады. Майкар KZ арнасы әрқашанда сіздермен.